Рухани келісім күніне орай Жеңіс монументінде жұлдызды алаудың ашылуы өтті. Ғимараттарды және құрылыстарды жобалаумен айналысатын Меридиан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы мен қызметкерлері қаламызға жұлдыз алауын сый ретінде тарту етіп отыр. Атаулы шараға шаһар басшысы Еркебұлан Баяхметов арнайы қатысып, компания мүшелеріне алғысын білдірді. Сегодня буквально наши друзья, наши земляки. Бүгін бізге қаламыздың бұрынғы тұрғындары осындай сый жасап отыр. Бұл дегеніміз, сіздердің қаламызды ұмытпай жүргендеріңіздің шынайы белгісі. Шаһарымыздың көркеюіне өз үлестеріңізді қосқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін деп атап өтті шаһар басшысы. Бас директор Роман Шалуткин айтып өткендей, компания қызметкерлерінің өмірі біздің қаламызбен тығыз байланысты болғасын, осындай шешімге келіп, игі істі қолға алған көрінеді. Жеңістің 75 жылдығына орай монументті жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын біліп, біздің компания осыған атсалысамыз деп шештік. Осыған орай бұл жұлдыздың жобасын жасатуға тапсырыс бердік. Бұл сыйды қалаға біз алғыс ретінде ұсынып отырмыз деп отыр компания директоры. Серіктестік өкілдерінің пайымдауынша аталмыш жұлдыз ұлы жеңістің 75 жылдығына орай арнайы әзірленген. Пандемияға байланысты бұл шараны 9 мамыр күні өткізу мүмкін болмағасын кейінге қалдырылған. Айта өтейік, шаһарымыздағы бұл жеңіс монументі 1985 жылы жеңістің 40 жылдығына орай ашылған.